10 миллион. Ассалаумалейкум. Biz Samarqanddamiz. Ассалаумалейкум достар, байланыста Флайерстан және мен қазір адамзат тарихындағы ең маңызды бағыттардың бірінде тұрмын. Бүгінгі шығарылым өзінің көгілдір күмбездері мен тарихи архитектурасымен таңдай қақтыратын Рим мен Вавилонмен қатарлас шаһар. Жалпы бұл жер шығысының жұмаржаны, ұлы жібек жолының нағыз жүрегі. Шуақты Самарқандқа қош келдік. Дайын болсаңыздар, сіздермен әдеттегі идеяны және де біз саяхатымызды бастаймыз. Самарқан көне де бай тарихы бар, мәдениеттер мен дәстүрлер тоғысқан шаһар. Бұл қала кезінде Әмір Темір империясының астанасы болған, ал оның немересі Ұлықбек Самарқандты шығыстың ғылым мен мәдениет орталығына айналдырды. Бүгінде мұнда миллионнан астам халық тұрады. Жергілікті халық бірнеше тілде сөйлейді, және ең бастысы қонақжайлылық тілі. Достар, біздің алғашқы локациямыз әрине қаланың символы саналатын Регистан алаңы. Жалпы бұл жерде дәл осы мен тұрған орында ұлы жібек жолы қиылысып, бұл жерде түрлі шайлар, дәмдеуіштер, жібек маталардың саудасы жүргізілген, және сауда әр тілде жүргізілген. Адамдар бір-бірін түсінген десек те болады. Қазіргі кезде келсеңіздер, бұл жерде сіздерді 3 медресе күтіп алады. Мен артында тұрған Арыстандармен медресе, бұл Шердор медресесі, артындағы Ұлықбек медресесі, және де 3-ші медресе бұл Телекармен медресесі. Әрине, медреселердің сұлулығы таңғаларлық. Әсіресе әр кірпіштің, әр кішкентай элементтің қолмен жасалғанын түсінгенде, мұны қайталау мүмкін емес екенін сезесіз. Менің ойымша, мұнда бір күнді тек осы өрнектер мен мозаикаларды тамашалап, таңданыспен өткізуге болады. Ежелгі заманда медреселерде діни ғылымдар оқытылған, мысалы ислам құтылығы, ал нақты Ұлықбек медресесінде астрономия, физика, география сияқты сабақтар үйретілген. Ұшақтың дөңгелегі жерге тие салысымен Самарқандқа келген бетте, мен ойымша саяхаттың бастамасы міндетті түрде дәмді ауқаттан басталу керек. Сондықтан да жолдан өтіп бара жатып, қазір біз көріп қалдық. Номер 1 дейді, палау бойынша Самарқандский ош деп аталады екен. Қазір бірге ішіне кіріп, тамақтанып алатын боламыз. Түскі сағат 12, қазір қазанның ашылу процесі. Сіздермен бірге бұйырса дәмді палауды бірге ашатын боламыз. Әрине, бірінші очередь бізде бірінші кезекте гигиена, сондықтан да ешкімге мешать етпеу үшін осылай бас киімімізді киіп, үлкен қазанды бірге ашатын боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Достар, бірі білсе, бірі білмейді. Өзбек тілінде палау ош деп аталады, және де менің қазір артымда жай ғана күнделікті түскі ас 30 килограммдық үлкен қазандағы палау. Самарқанға қош келіпсіздер. Ассалаумалейкум. Бұл жақта ұнаған салатыңызды өздеріңіз таңдап аласыздар. Осылай 2 салат аласыздар. Палауға тапсырыс бересіздер, және де күтесіздер. Ыстық палау. Бұл палауды емәпсің, бұл өмірге келмәпсің деп айтады. Сол себепті бізде ендеше ас болсын. Дайындалуын барлығын көріп, ауыздан суымыз ағып, ендеше жеттік ау сол палауға. Ас болсын. Өте дәмді, өте. Біздің қазіргі локациямыз келіп жеткен Тұлжун кілем фабрикасы деп аталады. Бұл жердің тарихы да, қолөнер бұйымдары да өте ерекше.
менің сіздерге беретін міндетті түрде кеңесім, Самарқандқа келсеңіздер, 1 сағат уақыттарыңызды бөліп, осы фабриканың тарихын өз шеберлердің аузынан естуге кеңес беремін. Ал ендеше, бұл не кілем, бұл қандай кілемдер, барлығын осы жердегі біздің ханшайымыз Зейнеп ханым айтып беретін болады. Здесь шелковые ковровые фабрика, мы делаем шелковые ковры с натуральными красками. Меня зовут Зайнаб, я с Афганистана. Мы пришли здесь с 92 года и начали вот эту фабрику. Шелковый кокон, может быть, видели когда-нибудь? С одного кокона можно взять 600 метров до километра. Кожура грецкого ореха, это дает бежевый до коричневый цвет. Это зависит, сколько шелк, либо сколько кожура грецкого ореха. И еще растение, которое здесь растет, это марина называется, корни от этого растения берем и делаем до бордовый цвет. Еще аспаржи, чтобы делать желтый, но основной все краски или один ковер мы должны делать один раз. Второй раз точно такой не получается. Сейчас пойдем посмотрим, как тыкутся тоже, пожалуйста. На этом контуре мы делаем наши ковры. Это один из сехав, который у нас есть. Чтобы делать один узелок, мы берем цвет, который нам нужна. Вот, например, бежевый. У нас нитки есть и вперед, нитки есть и сзади. Мы берем одна вперед, крутим вот так на один, берем один сзади, крутим на второй. Изнутри вот так тянем, вместе его пресс делаем и резем. Потом пользуем вот такой инструмент. Это когда пресс делаем. Чем больше пресс, тем лучше ковер. Это ручная работа или нет, обязательно нам надо найти между два рядов вот эти узелки. Если узелки есть, тогда это ковер крепкий, и хороший ковер может служить долго и долго. Валюта бағанына келетін болсақ, бұл жерде ұлттық валюта өзбек сомы $1 шамамен 12 000 сомды құрайды екен. Жалпы қалаға келген кезде өздеріңізбен бірге доллар алып келсеңіздер болады, айырбастау пункттері өте көп. Картамен төлесеңіздер болады, ол ешқандай сіздерде қиындық тудырмайды, немесе осындай банкоматтардан қолма-қол ақша шешіп алуға болады. Достар, миллионер атанғыларыңыз келсе, Өзбекстанға келуге кеңес беремін. Дәл қазір менің қолымда жалпы 10 миллион сом тұр. Кетті қыдырамыз. Достар, Флайерстан мобильдік қолданбасында билетті сатып алу, брондауды басқару, онлайн тіркеуден өту және де қосымша қызметтерді сатып алу әлде қайда жеңілірек және ыңғайлырақ. Сондықтан да осы QR арқылы өтіп, біздің мобильдік қосымшамызды тегін жүктеп алуға болады. Достар, күнделікті сағат 8:00-де кешкі Самарқандта, яғни Регистан алаңында осындай световой шоу болады. Сондықтан да міндетті түрде, егер де осы жақта болып жатсаңыздар, келіп, өз көздеріңізбен көруге кеңес беремін. Қазір біз сіздермен бірге Самарқандтағы Мәңгілік ел, яғни орысша айтқанда Вечный город паркын бірге аралайтын боламыз. Жалпы бұл парк Ұлы Жібек жолының көне қалаларын жаңғыртатын тарихи этнографиялық орын болып саналады. Ендеше бұл паркта не бар екенін бірге көрейік. Парк 17 гектар аумақта орналасқан. Мұнда нақты ғимараттардың көшірмесі жоқ, бірақ орта ғасырлық қалалардың жинақталған бейнесі, күмбездер, көшелер лабиринті және тарихи нысандар, Зоғди қамалы, Ұлықбек обсерваториясы бәрі қайталанып жасалған. Бұдан бөлек, уақытты қызықты өткізу үшін картинг алаңы, фудкорт орындары, сумен серуендеуге жалға қайықтар және әсем архитектуралы локациялар бар. Әр YouTube блогымда мен жаңа қалада қайда орналасуға болады деген сұраққа жауап беруге тырысамын. Самарқандта мен орналасқан қонақ үйім Маржан премиум қонақ үйі деп аталады. Жалпы қосымшаларға келетін болсақ, сіздер Booking, Agoda, Островок қосымшалары арқылы өздеріңізге ыңғайлы бағада, ыңғайлы локацияда кез келген қонақ үйді алдын ала брондап алсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум. Ал достар, мен Самарқанд қаласындағы тоқтаған қонақ үйіме кішігірім рум-тур түрлетіңіздер. Әдеттегі дәстүрді бұзмай, қазір бірден төсектің жұмсақтығын бірден тексеріп көрейік. Нөмір өте таза, жылы, жайлы, сондықтан да маған ұнап жатыр. Кеттік ал.
жатып ұйықтай беретін төсек қойдық. Біз қазір көне ел қағаз фабрикасына келіп қалдық. Бұл жерде ежелден қазіргі күнге дейін Самарқанд қағазы қалай жасалатынын бірге тамашалайтын боламыз. Өзіме де кішкене қызықты процесс болып тұр, сондықтан да тезірек ішке кірейік. Кеттік. Көне ел фабрикасы тек өндіріс орны ғана емес, туристерге арналған ашық шеберхана. Мұнда келушілер қағаз жасаудың әр кезеңін өз көзімен көріп, тіпті өздері де жасап көре алады. Негізгі шикізат ретінде тұт ағашының қабығы пайдаланылады. Алдымен қабық қайнатылып, талшықтарға бөлінеді. Кейін арнайы ағаш құралдармен езіліп, жұқа массаға айналады. Содан кейін бұл қоспа қалыпқа құйылып, кептіріліп, тегістеледі. Нәтижесінде өте берік, табиғи әрі ұзақ сақталатын қағаз дайын болады. Бұл жерде қағазды полировать етеді. Ол үшін осындай арнайы ракушкалар бар. Бір бетті 15 минуттан осылай үйкелеп, қағаздың жаңа қиыршық қабықтарына алып тасталынады. Сосын қағаз жылтылдап қолдануға дайын болады. Аударасыздар. Ал осылай полировка жасап болғаннан кейін дайын қағаздар кітап басып шығаруға, суретшілерге сурет салуға арнайы қолданылады екен. Меніңше бұл деген өте керемет. Қараңыздар. Кәдімгі біз оқып жүрген кітаптың беттері. Базарсыз контент болады ма, достар? Әрине, біз Самарқандтан орталық базары Сия базарына келдік. Бұл базар, сенесіздер ме, Ұлы Жібек жолынан бастап әлі күнге дейін жұмыс атқарып келеді және локациясы өзгермеген. Сол кездері жаңағындай жеміс-жидек, түрлі дәмдеушілер сатылса, киім, жібек сатылса, дәл осы қалпында қазірде 21 ғасырда 2026 жылы сол қызметін атқарып келуде. Ендеше, кеттік саудаласамыз. Ассалаумалейкум. Өзбек базарларының ең ұнайтыны осы жаңғақ дәмі ақ шоколадқа ұқсайды. 35 мың пол. Мен ана жаққа кеттім онда. Ана жаққа кеттім. Бәсе, бұл жалпы Өзбек елінен қайтқан туристің визитная карточкасы десем қателеспеспін. Сосын менің сүйікті екінші топ сыйлығым бұл халва. Шохана деп аталады, белая халва. Дәмі өте тәтті. Кеңес берем. Сияп базары жай ғана базар емес, бұл Самарқандың шынайы атмосферасы. Мұнда әр сатушы тарих айтып тұрғандай, ал әр дәм шығыстың рухын сездіреді. Егер қаланың нағыз тіршілігін көргіңіз келсе, дәл осы жерден бастаңыз. Білесіздер, біз Қазақстанда Ташкент шайын сүйеміз жалпы. Ол жалпы Өзбекстан елі бойынша ондай шай негізі жоқ екен. Ташкент шайы деген. Ол тек қана жай қара шай лимонмен. Бірақ біз үшін оның атауы Ташкент шайы. Білмеймін неге, бәлкім лимоны өте дәмді болғандықтан шығар. Бұл жақтың расымен де лимонның дәмі өзгеше тәттірек, кішкене апельсинге ұқсас. Біздің лимонға ұқсамайды. Сондықтан да лимондарды алуға кеңес беремін. Достар, Самарқандтың наны туралы, яғни лепешкалар бойынша халық арасында аңыз бар. Нан бір жыл ішінде қатпайды. Мысалы, аңыз бар екен елде, солдат армияға кетер алдында нанды бір тістейді екен де қалдырып кетеді екен. Яғни өзінің несібесін, өзінің ризығын қалдырады екен. Бір жылдан кейін оралғаннан кейін нан әлі жұп-жұмсақ күйінде, енді кішкене қатып қалса суға матырып, сол нанды жеп бітіру керек деген өзінің бір дәстүрі бар екен. Білесіздер, біздің влогта сұрақтар жауапсыз қалмайды. Сондықтан Самарқандқа жетуге болатын екі тәсілді көрсетейін. Біріншісі, бұл әрине Алматыдан тікелей рейстермен ұшып келу. 17 наурыздан бастап, аптасына 2 рет, сейсенбі және сенбі күндері орындалатын рейстермен 2 сағатта зу етіп жетіп алуға болады. Ал егер сіз Астанадан болсаңыздар, және де Астана-Ташкент рейсімен Ташкентке саяхаттайтын болсаңыздар, артында тұрған Афросия пойыздармен Ташкенттен жедел 2,5-2 сағатта тез жетіп алуға болады. Билетті неғұрлым ертерек алсаңыздар, соғұрлым арзанырақ болады. Flyerstан мобильді қосымшасында және де flyerstan.com сайтында қолжетімді. Ал біз достар Тандыр самсасының ауданына келіп қалдық. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай тандыр пештен көп
7-8 әр пеште әр түрлі самса пісіп жатыр. Ыстығынан қазір міндетті түрде жеп көретін боламыз. Ыстығынан. ASMR. Бисмилля. Күшті ғонан дәмі. Біздегі келесі локация бұл Ұлықбек обсерваториясы. Шамамен 1420 жылы Әмір Темірдің немересі Ұлықбек салғызған екен. Және де бұл обсерватория сол кезде ислам әлеміндегі ең озық ғылыми орталықтарының бірі болып саналған. Бұл обсерватория өзінің алып қабырғалық квадрантымен танымал. Жалпы радиусы 40 метрге жетеді екен. Және де сол кезде Ұлықбек сол заманда жалпы жұлдыздардың орналасуын дәл анықтап, және бір жыл 365 күнге тең екенін, қателік тек қана 55 секундқа болғанын айтып, соған жол ашқан екен. Сенесіздер ме? Ұлықбек обсерваториясына қарама-қарсы орналасқан Ұлықбек музейі сол дәуірдің ғылымға қосқан орасан үлесін танытатын ерекше орын. Бұл жерде көне астрономиялық құралдардың үлгілері, обсерваторияның макеті және жұлдыздарды зерттеуге арналған құрылғылардың реконструкциялары қойылған. Құрметті саяхатшы, 1 наурыздан бастап Флайерстан борттарында енді 5 емес 7 килограмм қол жүгін алып өтуге болатынын білдіңіз бе? Бірақ салмақ өзгергенімен габариттері сол қалпы. 56, 23, 36 сантиметр. Ал ендеше осындай әдемі көрініспен Самарқаннан Жизақ облысындағы Замин атты ерекше локациясына жолға шықтық. Бұл жер неге ерекше? Қазір бәрін өз көздеріңізбен көресіздер. Замин санаторийына жолда осындай әдемі көріністе атпен серуендеуге болады. Атпен тұнауға. Ал біздің келесі локациямыз Жизақ ауданындағы Замин көпірі. Бұл ұзындығы 305 метр болатын әйнек көпір экстрем мен табиғатты сүйетін жандар үшін таптырмас орын. Бағана осы жаққа келетін кезде негізі шлагбаумға біз ақша төлегенбіз. Сөйтсек, бұл көпірмен жүру үшін де бөлек ақша төлейді екенсіздер. Құны 50 000 сом болатын бұл жердегі билет бағасын енді өздеріңіз көресіздер. Жүріп өткілеріңіз келсе, 2000 теңге шамасында дайындап қойыңыздар. Біле жүріңіздер. Біз білмедік. Саяхаттаудан шаршамаңыздар. Және де Самарқандқа келген кезде міндетті түрде Замин көпіріне келуге кеңес беремін. Жалпы Өзбекстан, Самарқан облысы, Ташкент облысы, қай облысты алсақ та өзінің емдік шипажайлары мен демалыс санаторияларымен танымал. Дәл қазір біз Замин санаторийына келіп қалдық. Қазір менімен бірге Бахадыр мырза. Ассалаумалейкум. Сіздерге барлығын рахмат. Сіздерге барлығын қазір түсіндіріп, көрсетіп өтетін боламыз. Ал Бахадыр мырза, біздің достарымызға айтып өтсеңіз Замин туралы. Ассалаумалейкум. Mana shu Zamин sanatoriyamiz 1988-yildan tashkil topilgan. Bizning Zamin sanatoriyamiz asosan yuqori nafas yo'llari, allergiya, bronxit, astma kasalliklarimizni davolaydi hamda bo'g'in og'riqlari, butun artrit, artroz, reumatoidning polartritlar va asab sistemasini davolaydi. Bizda davolash jarayonida asosan quyidagi muolajalarimiz bor. Fitobar, jismoniy tarbiya, davolovchi ish, tuzg'orimiz, ingalyatsiyamiz, kedir bochkamiz bor. Davolovchi basseyn lichenamiz, vannalarimiz, shifoli vannalarimiz, azonoterapiya, zamonaviy laboratoriyamiz hamda oliy toifali shifokorlarimiz bor. Жалпы Замин санаторийінің орналасу жері бұл таудың ортасында. Ауа райы жалпы бұл жақтың воздух емдейді көбінде, я? Дыхательные пути. Asosan yuqori nafas yo'llarini davolashdan maqsad betdagi birinchi o'rinda ob-havomiz. Toza havo, kislorodga boy, archalik демалады. Астма барлығы қояды дейді, я?
Жалпы Қазақстаннан сіздерге демалушылар, емделушілер келеді ме? Judayam ko'p keladi. Keladi. Asosan mana shu Shimkent, Шымкент облыстарынан. Да. Жақсы. Ал жалпы орташа есеппен қанша күн адам емделу керек? Минимум. o'rtacha 10 kundan 14 kungacha 10 күн, 14 күнге келу керек. davolanishi. Жақсы. Ал санаторийдің люкс нөміріне қош келдіңіздер. Ассалаумалейкум. Рахмат. Ал достар, қайырлы таң. Бүгін біздің таңымыз Замин санаторийін жазып жатыр. Қазір біздегі алдымызда тұрған бұл таңғы ас. Әлдетегідей каша, жұмыртқа, қаймақ, пирожки, яғни бәліш, круассан, сосиски, ірімшік, жалпы қалағанның барлығы бар. Сондықтан да біз әдеттегідей дегустацияға кеттік. Өте дәмді. Дәл бұрынғы бір санаторий, лагерь, садиктегі сол тәтті дәмді ас. Ал бізге ас болсын. Қазақстанға Өзбекстаннан салам. Замин Өзбек Швейцариясы деп бекер аталмағандығын қазір түсініп жатқандаймын. Қараңыздаршы, қандай әсем табиғат, керемет ландшафт, әсем көрініс. Расымен де ауасының өзі бір бөлек. Жалпы ауруларды тек дәрілер емес, әрине айнала, қоршаған орта және де әсем табиғат, яғни таза ауа емдейтіні сөзсіз. Ал Самарқан демекші, бұл жердегі шипажай, санаториялар 100-ден аса, 1000-нан аса, сонымен қатар барлығын көрсетіп үлгеріп жатырмыз, сөзін соңында керек. Бірақ та қазір бізде тағы да бір ерекше шипажай орны Абу Али ибн Сина деп аталады. Қазір менімен бірге осы жақтың емдеуші дәрігері Жалал Камалович мырза осы санаторий туралы қазір толығымен ақпаратты бөлісетін болады. Ассалаумалейкум. Ассалам. Яқшымысыз? Біздің достарымызға айтып өтсеңіз, бұл санаторий не емдейді? Абу Али ибн Синаны ташкил bo'lganiga 1992 yil tashkil bo'lgan. Ibn Sinoni 200 o'rinli joylashgan. Ibn Sino sanatoriyasining asosiy xususiyati radanni vanna. Radanni vannaning asosiy xususiyatlari asab tayanch harakat organ kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, nerv kasalliklari, periferik nerv kasalliklariga davolashga ishlatiladi. Qo'shimcha bizning fizioterapiya bo'limlarimiz bor. Elektroforez, magnit terapiya, gaye, uvuchi, darsanmol, lazerli belok bor, karboksiterapiya, kumush qo'lqop, udarli terapiya. Ал сізге осы жаққа емделушілер қай жақтан, қай қаладан, қай елден келеді бұл жаққа? Bizlarga qo'shni davlatlardan keladi. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan keladi. Bir kursi davolash kursi 12 kun dam olib ketadi. Ал осымен санаторийға кішігірім обзор осымен тәмам. Бірақ кетіп бара жатып біздің байқағанымыз сол жақта стройка, яғни құрылыс жұмыстары жүріп жатыр екен. Жалпы бұл дегеніміз сұраған бойынша тағы да 100 адамға, 100 орынға, яғни кішігірім отель, яғни жататын орны салынып жатыр екен. Меніңше бұл деген өте керемет, себебі халықтың қамын ойлау арқылы 200 емес, бұл жаққа 300 адам емдеп, жаңағындай сыйғызатындай жасап жатыр. Өте жақсы, өте жақсы. Шахизада кешеніне келген бетте сізді ең алдымен осындай ұзын баспалдақ қатары қарсы алады. Жалпы бұл баспалдақтар жайдан жай тұрған жоқ. Аңыз бойынша, егер көтеріліп бара жатқан кезде және түскен кезде сізде санақ, яғни тең болса расчетыңыз, онда сіз жақсы адам деген сөзсіз. Сондықтан да қазір тексеретін боламыз өзіміз. Және міндетті түрде бұл кешенге келген кезде әйел адамдар бас киімді ұмытпаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 33, 34, 35, 36. Қазір қайтарда тексеретін боламыз, кеттік.
Шахизада атауы жалпы тірілер сұлтаны деген мағынаны білдіреді. Бұл кешенде бір ғана ғимарат емес, бірнеше әулиелер мен мықты сол кездегі шәкірттердің қабірлері қатар орналасқан. Және де халық атауы бойынша бұл жер қасиетті дәліз, яғни орысша айтқанда священный коридор деп аталады. Өздеріңіз осылай осы жермен серуендеп байқасаңыздар болады, қатар-қатар бірнеше кесенелер орналасқан. Қазір енді ішіне қарай көріп, жүріп көрсетіп аламыз. Кесененің ең маңызды ерекшелігі оның архитектурасы мен декоративті безендендірілуі. Мұнда қолданылған керамикалық плиткалардың саны мен сапасы таң қалдырады. Әр плитка, әр құлпытас қол еңбегімен жасалған ерекше туынды. Плиткалардың түсі мен өрнегі табиғи түс бояулармен жеңіл салынған, және олар ғасырлар бойы өзінің жарқын бояуын сақтап қалған. Отыз алты достармен жақсы адам екенмін. Бұл бүгінгі күннің қуанышты жаңалығы. Бірі білсе, бірі білмейтін қызықты ақпарат. Жалпы өзбектің өзінің дәмді десерті бар, аты сумаляк деп аталады. Қазір мен сізге ар жақтан көрсетемін, ол басында қандай болатын. Және де қорытынды нұсқасын қазір дәмін татып көретін боламыз. Ассалаумағалейкум, яқшымысыз? Маған кішігірім мен дәмін көрсем, жеп көрсем, сумаляк деген қандай екен? Сумаляк өзбек халқының ең дәстүрлі әрі символдық десерттерінің бірі. Ол көбіне наурыз мерекесіне дайындалады. Негізгі ингредиенті бидай дәні. Алдымен осы бидай бірнеше күн бойы өндіріледі, яғни көктеліп, одан тәтті шырын алынады. Қызық та. Айта алмаймын, қалай теңестіруге де болмайды, білмеймін мен. Қызық, жеп көруге. Ол кісіге беремін якас. Жеп көрсен, жалпы жеп көруге міндетті түрде кеңес беремін. Кейін сол шырын онымен араластырып, үлкен қазанда өте баяу отта 10-12 сағат бойы үздіксіз қайнатылады. Ал достар, біздегі келесі локация Бибиханым мешіті. Қазір менімен бірге Хуршид мырза осы Самарқанд қаласы бойынша ең мықты гидтердің бірі. Осы локация бойынша толығырақ тарихи ақпаратты бөлісетін болады. Ал ендеше микрофон кейде өзіңізде. Рахмет, үлкен. Салам алейкум. Меня зовут Хуршид. И я вам хочу рассказать об истории мечети Бибиханум. Мечеть Бибиханум – одна из величественных мечетей, архитектурных памятников не только Самарканда, Узбекистана, Центральной Азии, но и всего исламского мира. Мечеть была построена в 15 веке по приказу великого правителя-полководца Амира Тимура. После победоносного похода в Индию сюда были приглашены искусные мастера, художники, ремесленники, и более 1000 таких ремесленников работало в постройке этой мечети. Мечеть Бибиханум, название мечети, связано с именем любимой жены Амира Тимура, которую звали Сарой Мулькханум. Но Бибиханум в переводе означает «великая госпожа». Мечеть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является архитектурным шедевром не только Самарканда и всего нашего Узбекистана. Қоғамдық көлікке келетін болсақ, қала бойынша автобуспен, трамваймен жүріп тұру өте ыңғайлы екен. Жол ақысы, егер де картамен төлесеңіздер 2000 сом, егер де қолма-қол ақшамен төлесеңіздер 3000 сомды құрайды. Қоғамдық көліктерден бөлек Яндекс қосымшасы арқылы такси шақыруға болады. Бағасы өте қолжетімді және жылдам діттеген орынға жетіп алуға болады. Біздің кәуап, яғни шашлық деген қалды. Бүгінге тағы да дегустация. Бұл кәуаптар өте дәмді. Соусына матырып, осылайдан.
Достар, онлайн тіркеуден өту тегін және уақытты әлде қайда үнемдеуге болады. Кез келген рейске онлайн тіркеу 30 күн бұрын ашылады және ішкі рейстерде 40 минут қалғанда, халықаралық рейстерге 1 сағат қалғанда аяқталады. Халықаралық рейстерде отырғызу талонын тіркеу бағанасынан аласыздар. Тіркеуден Flyerstan мобильді қосымшасында және flyerstan.com сайтында өтуге болады. Ал қаланың әуежайында не бар екенін қарастырайық. Әдемі, үлкен, дизайны сыртынан қарағанда ашық тұрған кітапқа ұқсайды. Ішінде тамақ ішетін кафелер, сим-карта сататын киоск, ақша айырбастау пункті және такси қызметтері қолжетімді. Сим-карта демекші, басқа елде әрдайым байланысты болудың 3 тәсілі бар. Біріншісі осы елден сим-карта сатып алу. Екіншісі өз операторыңыздан роуминг қосып алу. Немесе мен сияқты ыңғайлы бағада Freedom немесе Airalo қосымшалары арқылы eSIM қосып алуға болады. Ал құрметті достар, қазір 1-2 минутта біздің ұшағымыз, алғашқы рейсіміз Алматыдан Самарқандқа келіп қонатын болады. Өте қобалжып тұрмыз, өйткені мына жақта водяной аркаға пожарный машиналар дайын, мына жақта әуежай қызметкерлері гүл шоқтарын дайындап жатыр. Барлығымыз осы шуақты Самарқанд қаласында алғашқы жолаушыларымызды күтудеміз. Қазір барлық процесті көрсететін боламыз. Влогымызды қорытындылай келе, Flyerstan әуе компаниясының атынан Versailles Tour туристік агенттігіне және осы саяхатымызда бізбен бірге болған әріптестерімізге көптен көп рахмет. Осы 5 күндік сапарымызда Самарқандтың ең әсем, ең көрікті, ең әдемі жерлерін бізбен бірге аралап, қасымызда болғандарыңыз үшін қатты рахмат. Және бұл саяхатымның жайлы өтуінің бірден-бір себебі ыңғайлы киімдердің болуы. Сондықтан да қазақстандық бренд Adili дүкеніне үлкен алғысымды білдіремін. Adili – күнделікті өмірге жаңа эстетика әкелетін, тамырымен шабыттанған лайфстайл бренд. Ал құрметті көрермен, осымен Самарқандтағы біздің 5 күндік сапарымыз өз мәресіне келіп жетті. Әдеттегі дәстүрді бұзбай, қазір мен қолымдағы саяхат сертификатын жасыратын боламын. Және келесі кадрмен қайда жасырғанмен бөлісемін. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін мәңгілік қала паркіне бет алыңыз. Парктың су үсті мосты басталатын жердің сол жағында кішігірім фонтан бар. Бөтелкеміз дәл осы фонтанның қасында өз иесін күтуде. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, келесі қалада кездескенше. Достар, ұшақ бортына қош келдік. Енді біз қазір осы